Мен папа және бүгін біз Майнкрафттан Shadow Fight ойнайтын боламыз деп қалжыңдап айтамын. Shadow Fight ойнамаймыз біз зомбилермен қырылысамыз. Қазір біз Троческиде жүрміз. Даже біз маймыл шығарамыз. Сіздер оны жай маймыл деп ойлап тұрған шығарсыздар, иә? Ол жай маймыл емес ол. Өлтіргіш маймыл, өлтіретін, сорлы, Shadow Fight'та бізде жеңіп кететін ешекпас маймыл. Я оны көпшілігі біледі деп ойлаймын. Арманидың подписчиктерін болсаңдар, Арманидың каналына тіркелмесеңіздер де тіркеліңіздер, менің каналыма да тіркеліңіздер. Әйтеуір мен тіркел дейтін каналдарға тіркелсеңіздер болды ғой. Мысалы, Нұрлан Қаланов маған ұнайды, Армани, Жалғасұлы Диас, Нони KZ дегендей, Мико Али KZ, соларға арнасына тіркеліңіздер. Сіздер де олар ұнайды деп ойлаймын. Олардың өте көп подписчигі бар. Дәйте сондай подписчикті бізде жинасақ қойымда күшті болушы еді негізінде. Жалғасұлы Диас айтпақшы, оның каналында 1000 подписчиктен астам, 2000 подписчикке дейін жеткізіп, даже 3000, 4000, 5000 подписчикке дейін. Соның арнасы, Жалғасұлы Диастың арнасына да тіркеліңіздер. Ол көп мод көрсеткен, жаңадан видео шықты. 21 анимацияға мод. Айтпақшы, мен де соны істеп көрейін дедім, бірақ менде мегабайт бітіп қалды. Міне, мұнан қосалам. Есесіне айтпақшы, кірсе ишка деген естіп тұрсыңдар. Ол мен әкемнің Wi-Fi, мен Wi-Fi-мен ғана YouTube көре алып жүрмін. Ал егер 10 мегабайты бітіп қалды, ал егер Wi-Fi қосса, YouTube маған тегін 18 күні мен қоштаса беріңіздер. Әкемнің Wi-Fi бітеді. 18 мен қоштасыңыздар. Бұл сіздерге соңғы жаңалығым. Соны создайтын радиоттар тұрып алды ғой. Ұзақ болса кешіріңіздер. Уже біз 2 минут тұрдық. Жоқ, 3 минут болды, я. Міне тұр, 3 минут болды, я. 3 минуттың ішінде нандай. Біз маймыл жайлы айта кетейік. Ойынға кіріп, маймыл не істей алатынын білесіздер. Қолында бір 2 пышақ болады. Біз басында оның жұмыртқасын аламыз да. Жоқ, біз қайдан пайда болатынын әрсе белгісіз. Ой, достар, мен соңғы нәрсені ұмытып кеттім. Модты қостым. Просто оны жерде тегіс қылу керек. О, загрузка. Тегіс болмаса да істелетін шығар деп ойлаймын. Не увай Дельфинов монстр. Сонда не деген сөз? Не увай Дельфинов монстр. Қандай монстр? Дельфима монстр. Так. Оқа білген едім. Бірақ біз выживание бастайық па, достар? Кім келседі выживанияға? Комментарияға жаза салыңыздар. Выживание күшті ма? Мүмкін күшті шығар сіздерге. Ал маған білмеймін. Тәте видеомызға кірсейік. Айтпақшы, оның көрікші істелемі. Тұрғаныздай. Мен профилім өзгеше. Жоқ. Неге оның дейін соңында тұру керек болатын ол? Моты қос... жоқ, достар. Мен параметрсті қосуды ұмытып кетіппін. Дәрі түк емес. Біз әйтеуір шайқас жасауымыз керек. Біз
Ең кішкентайынан бастап үлкеніне дейін ба? Детай. Ұта тұрыңыздар, қоя тұрыңыздар. Солардың алып сөз. Короче, мен бұл видеода не істейтінімді әлі білмеймін. Дайте, данждар іздеп көрейік, данж. Деревняны барлығымыз білеміз. Қажет жоқ. Блин, тыпы жасау керек. Тыпы. Данждар көп қой негізі Майнкрафтта. Мод қосса әсіресе 2 есе көбірек. Бірақ оның данждарында моды бар, білсеңіздер. Мен шатасып жатырмын. Айтпақшы сіздерге маған бір қосым бар. Ит жүр екен ақыры. Итке істелетін нәрсе. Оған сүйек береміз. Даже бізге мынау. Мысалы мен жабық жасыл ұнайды маған. Ұнайтам. Үйретіп аламыз. Аналарымызда битсек, оның қарарыздар. Қызыл болып тұрған нәрседе жасылға айналып кеттік. Олар тапа жасай алады даже, білесіздер ме? Тапа, бум. Қайдан? Міне тапа жасап шошытады тіпті. Выживаниеде. Сені біреу өлтіруге келме деп қоясың ғой. Алғада. Міне келе жатыр. Дайте біз еш жаққа ұшып кетейік. Деймізді, даныш. Так, карта әлі сады. Тұрыңыздар, қоя тұрыңыздар. Не? Трав екен ғой. Ой, көрінесіздер ма? Ұшып келді бізге. Суперман. Так, қайда ол? Ой, блин, шошытады енді бұл. Бекер астырады негізінде, шын айтайын. Оп. Дайте мутант зомби дейсің. Мутант зомбидің қалай шығару керек екенін көрсетейін сіздерге. Бұл ерекше зомби. Сондықтан бұны істеу оп-оңай. Қараңыздар, мынаның жұмыртқасын аласыздар. Создать зомби. Спаун зомби деп ағылшынша жазады. Так, енді бізге мына мешок керек. Осы мешокты аламыз. Алтын істейміз деп ойлайсыздар. Бүйтіп қоямыз. Бүйтемізді. Мынаның атын жазамыз. Спаун мутант зомби деп қоямыз. Қажың айтам, шықпайды. Міне, керемет зомби, я. Міне, күл болсын. Отып емес, жарайды. Айтпақшы, мен бұл жерде Майнкрафттың құпияларын көрсетем ба деп ойладым. Қараңыздар, сіздерге тағы бір қызық нәрсе көрсетейін деп тұрмын. Так, бұл үшін бізге бір черепаханы киімі киік. Біз оған костюм кигіземіз. Қайда ана голову? Головын аламыз. Деп көтсем. Өзім яған бір түрлі прикол ұстап тұр. Жарайды. Біз вагонетка аламыз. Одан кейін 2 релистің түрін аламыз. Мынау. Релис алам дедім. Мынау. И сосын мынау. Осы 2 релис түрін аламыз. Сатыңыздар, мына видеоны мына жаққа қойып қойайын. Болды. Ал сосын ең соңғы бір кез келген блок. Ешқандай деревня, сәттілік. Не деген сәттілік де? Так, 3
4 блок қоясыздар да астын қазасыздар бір рет. Осылай қойып шығасыздар. Мынау былай 3, сосын релис. Тағы былай. Иә, осылай. Сосын тағы бір блок, сосын былай. Осылай тұр ғой. Жоқ. Міне. Осылай қойып. Міне болды. Енді бұлар сындырасыздар. Бұлар уже қажет жоқ нәрсеге. Осылай қоясыздар. Сосын мұнда бұлай бір вагонетка. Мұнда бір вагонетка. Сосын оларға біз отырмаймыз. Манекендер отырады. Оған қазір басын кигізіп алайық. Оп дейміз. Неме Криса деп Браня деп жазылу керек қой. Оп дейміз. Ой, қайда ол? Мен өзім киіп аппын ғой, тупой. Қайда киіп? Неге өзім киіп ала берем? Сене өзің? Мынау кию керек. Е? Досым. Қайдағы дос бүйтіп. Жаңа шықты міне. Осылай кигізіп қоямыз. Сосын екіншісіне 5 сағат отырамыз қазір. 1. Ой. Бә! Жарайды, біз қайттан істеу оп-оңай. Так, зомбилер қазір главаның көріп оған тепейді деп ойлаймын. Не голем. Оп, дейміз. Енді олардың қолына не ұстатамыз деп ойлайсыздар. Дайте бүйтейік. Біреуі қылыш ұстайды, а біреуі топор. Қару қолда. Мынаған қылыш ұстатамыз. Мынаған топор ұстатамыз. Дай бірінші топор бастасын. Төбелесті. Шадафай. Да, көрініздер ма бұл кәдімгі шадафай. Біріне кәдімгі төбелеседі. Давай, ұр ананы. Ұрсай. Ұр дейм. Дай. Неге ұра алмайды бірінің бірақ ең жаманы осы. Алдына зомби тұрса өқ батын шығар. Ұры бір өлтіреді ғой кәдімгі. Алдына жителердің сандығын қарап. Сандық жоқ па, біз не істейміз деп ойлайсыздар. Үйін өртейміз деп ойлайсыздар ма? Ол да дұрыс емес. Динамит. Tek осылай. Енді қаштық. Болды, үйін түгі қанады. Білейін, динамиттің кешінен қаттыр жерін. Соткін көтермей қалады қазір. Шығат қараңыздар. Қазір мен соткін көтермей қалды уже. Оу, мен қалай ойнап атырмын. Қараңыздар. Тек 4-1 үстем ай. Мен жынды ойнап атырмын, қараңыздар. Вау. Жынды ғой Майнкрафтымыз бізден. Тек бұлай болуға болады ма? Я, болады. Достар, қараңыздар. Майнкрафт жаңа түрі. Я, біліп едім. Так, бүйтіп шығайықшы Майнкрафттан. Құрысын болды.
жаңы көргендеріңізде осылай істеп көрсеңіздер болады. Істеліп тұр барлығы. Не қолмен де төбелестіре аласыздар. Ол өте қызық деп ойлаймын сіздерге. Бірақ мен видеом деген біртүрлі болып шыққан шығар. Сіздер ренжімесіздер деп ойлаймын. Әлде YouTube көріп бастайық па? Давай. Так, мен және Айсанидің арнасын көріп отырдым. Bed Wars деген. Та тұрыңыздар. Мен соткамды тазалау керек. Мен соткамен күнделікті не істейтінімді көрсетейін деп тұрмын. Видеоны осылай салам. Міне, мысалы мына видеоны көрейік. Бұл Папқа және бүгін біз қазір жалғастыратын боламыз. шығатын видео деп айта аламын. Қазір көрмей қояйық. Ал мынау уже қатқан ски видео. Ал мынау не ол? Мә, қисайта деген, қисайта деген. Бұл ютубта бар көрсеңіздер болады. Осы 1.16 версиясы. Осыны көрейікші. Және бүгін біз Minecraft 1.0 версиясының қандай болатынын көреміз. Біз оны қоса алмайтындықтан көрейтін боламыз. 2022 жарайды. Оған қарамай мынаны көрейік бірінші қандай видео екенін. Айта тұрыңыздар. Оп, болды. Керемет видео сияқты. Вау, достар, қараңыздар, ағашқа өзгеріс жасапты. Мен осыны қосатын шығармын. Осы 1.17 қараңыздар, шахтада біз қоссақ осындай көреді екенбіз. Жидек па мынау? Гүл. Не мынандай гүл бар екен, қараңыздар. Бір ағаш кішкентай өсіп тұр. Гүлден бір нәрсе танылып отыр сосын. Шахтаның ішін кәдімгідей әдемі етіп жүрген. Гравий. Әдемі болғанда ең жаман әдемі емес нәрсесі бар. Вау, мынаны қараңыздар. Оның бәрі осындай заттардан құралады екен. Қоя тұрыңыздар. Не? Оның бәрі осындай заттардан құралады. Мынау қисаятын зат деп тұр. Жайды көре берейік. Көрініп тұрғанда. Так. Достар, мынаны қараңыздар. Мынау не чоза? Так, қисайып кететін зат дейді. Ол не ол? Бұл не? Иә. Ой. Жетті. Мә, қисайта деген, қисайта деген. Мә, шақтан түсін қараңыздар. Бұрында осы 1.16 версиясында бұндай болмаған. Оның қазір шықты. Так, мына ішінде суға. Мә, судың ішін қараңыздар, достар. Даже факел алып жүрге болады. Ондай 1.16 версиясында да бар. Бірақ шақтан ішіне қызып тұрмын мен. Оу, кеме. Қанатты көріңіздер ма? Қып-қызыл қанат қой. Қызыл қанатты. Қалай жасаймыз? Жоқ, қанат емес. Қанатын алып тастады ғой. Суды қараңыздар, қандай әдемі текстурасы деймін да. Шейдер қосса әдемі болатын шығар. О! Мынадан профессионал екен. Достар! Не мынау? Дисконнектекс. Яғни бұл өлтіретін зат екен. Өлесің үстінде немесе үстеге байқаусызда кетіп қалса. Сал көрейік, ал көрсет сал. Вау, су тамады екен. Өшкен сайын жерге түсіп тұрады екен да. Зомби. Көрдіңіздер ма? Тоқтаңыздар, көріп алайын. Одан су тамады, ең көп жерден неместейді. Ал бұл не блоктар? Так, мен айтпақшы, комментарий айтуды ұмытып белгі кеттім. блоктар дейді. Әрқайсысына белгі береді. Белгі береді бұл. Бұны мен бұл видеоны көріп салғам. Сындырған сайын қойған блоктың даусын айт. Редстоунсыз. Тұрыңыздар. Келесін көріп алайықшы. Редстоун айта тұрыңыздар. Жаңа редстоун. Оп. Редстоунсыз жүретін механизм. Қандай ол? Көріп тұрсыздар ма? Редстоунсыз жүре береді екен. Прикинь, көрейік ал. Анаған сигнал берді, анаған сигнал берді, анаған.
Мә 1.17 версиясы қызық болатын сияқты. Көрдіңіздер ма? Бұл Варден дейді. Қауіпті құмы жоқ. Ол қандай сонда? О, сәбіз. Бүкіл... Барлық дауысты естіп тұрады бұл. Бағанағы блоктар соңғы. Осы блоктар. Барлығы естіліп тұрады оған. Шамды қараңыздар. Мә, шам, отырсыздар. Шамды қараңыздар. Көп мод қосылған сияқты, 1.17 версиясына мод. 1.16 версиясына бұндай мод қосылған болады. Бұл кімнің үйі? Құлшын қараңыздар. Жақсы, артына қара. Бағанағы құмышып тұрған жоқ па? Артына қара деймін. Артына. Я. Артында тұр. Бүкіл дауысты естейді. Бүкіл дыбысты естейді, көрдіңіздер ма? Бір дыбысты естейді. Так, мен кеттім, бұлай қойып сайын. Жаңа кристалдар. Айда тұрыңыздар. Кристалл. Дайте. Біз дейтін не істесек болады, я? Айтпақшы, мен Эвелна мен Ментелден видео шығарайын ба? Комментарияға жазыңыздар, сіздермен болған мен Папықар. Және пока деймін, өйткені бұл видео 21 минут болды. Мен қалай соткымды істей алатынымды, қалай соткымды қолданатынымды сіздерде көрген шығарсыздар деп ойлаймын. Ал бұл видео шыққанда қалай шығарылатынын көргіңіз келсе, комментарияға жазыңыздар, лайкты көп басыңыздар осы видеоға. Өте көбірек басыңыздар. Мына көпіршіктерге ренжімейсіздер деп ойлаймын. Қайдағы көпіршік? Так, айтпақшы, мен камерамен видео түсірейін десем, бірақ камераның зарядка сияқты емес екен камераның заты. Айтты, камера істеп тұр. Компьютерге істеледі просто. Жарайды, біз компьютермен профессионал болған кезде компьютермен жұмыс істейтін. Сол кезде мен осы камерамен видео түсіретін шығармын. Қазір дауысын естіп тұрған шығарсыздар, тура мен камера жанымда тұр. Көп созбай видеоны аяқтайық. Пока. Айтпақшы, бәріңізге сәттілік, лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.